Кайырлы күн, кайырлы кеш, кээ бирөөлөр үчүн кайырлы түн. Бүгүн бизде интервью Алмаз деген жигитпен. Алмаз, өзүңдү тааныштырып өтсөң, кимсиң, кайдансың, кай жактан болосуң, кайсы сыныпта окуйсуң? Менин есімім Асылбек Алмаз, 10 сынып окуучусумун. Карағанды облысы Бухаржы ауданы Байкадам ауылында окуйм. Сол. Едигенин ауылынан дейсиң. Жакшы. Эми үздүктөр тууралуу кайдан эстедиң деп сурап көрөйүк энди. Енді ұстазым айтты ғой деймін. Нақтысын білмедім. Мен негізі баяғыдан үздік білім, IT білім чаттарында болдым. Сосын алдын ала көп нәрсені біліп отырдым. Жакшы, человек оттудамын дейсиң го. Хорошо. Жакшы. Онда, в принципе, сурак былай менде жок. Едиге агайдын өзүнүн сурактары бар, күчтүү эсептери. Едиге агай. Давай Алмаз онда мен есеп берем. Сен уайымдап кобозуп керек емес. Только спокойно отырып шығара бересің ба? Так, бірінші есеп мынандай бізде. Байқадам деген сөз бар. Осы сөзде мынау бастапқы бөлігі деп айтайыншы. Осыда қанша дауысты дыбыс бар? Осы жерде дауысты дыбыстар бізде А, Е, И, О, У мынаны қоссаң, осы алтауы дауысты дыбыс деп ойлайық. Осы сөзде мысалы бізде төртеу бар, иә? Иә. 3 А мен 1 Ай бар. Төртеу. Енді кодын жазсаң. Сұрақ түсінікті ме? Иә. Болды. Так, дауыстылардың ішінен санайсың. Так, санайтын енді болса плюс дейсің. Жақсы. Бұл дұрыс. Қарайық, онда бұл нең сұрақты өзгертейін кішкене. Енді бізде тек дауысты дыбыстар шығармау керек. Олай істеу керек. Ең көп кездесетін дауысты дыбысты шығар. Ең көп кездесетін. Егер ондай бірнешеу болса, онда бірнешеу болса, онда ең кішісін не бойынша Алфавит бойынша. алфавит бойынша ең кішісін шығару керек. Так. Мысалы, мына жерде бізде ең көп кездесетін, ол бізде А болып тұр. Ал басқа мысалы үздіктер деген болса, ол жерде бізде дауыстылар У, А, Е ғой. Олардың ішіндегі ең алғашқы, яғни бәрі бір-бірден кездеседі, ең алғашқысы Е болады. Алфавит бойынша. Қазір. Сен öyle емес. Аяқты.
Так. Қарасам мында мына жерде не үшін мында nothing бар едіңіз? Б емес мында. С. Тоқтаңыз. Б. Б. Сұрақ бізде қандай? Мен былай ойлағам ғой. Аны бір не ашып, егер қайталамай отырып тауып алып, мысалы, бізде бір сөзде 3-4 әріп кездесуі мүмкін. Ал 3-4 әріпті мен командпен санасам 3-4 рет санап жібереді. Сосын ойлағам ғой. Анандай қайта 4 деп көп әріп алмай, біреуін ғана сақтап отыру. Бір-бірден. Сол анау. Мысалы, сен күн қарайшы, сен бірінші қарап, бәрін қарайсың, жіберіп потом бәрін қарайсың. Егер ай сенде дауысты болмаса дейсің, яғни дауыссыз болады. Мысалы қара, сенде байқадам деген сөз болса, сенде си неге тең болады? Си сенде значит баяу қояды ғой. Қазір айтайын саған. Б-ны алады, Q-ды алады, Д-М. Осындай сөз болады, С сенде. Қазір. Солай ма? Иә. Не үшін бұларды алдың? Мен шатасып кеттім. Егер былай алсаң да, онда сен дауыстылар аласың, ай, осылай болады. Си. Осылай істейін деген. Шатасып кеттім. Өзісінде былай болады. Мен андай бір көп дауысты әріп болса да, біреуін ғана алайын деп. Түсіндім. Енді осылай алдым. Ары қарай? Орда санайсың, массивте не болады сенде? Массивің сенде аны 3 рет жатады, 3, мынау 1 болады. Осындай болады, массив. Бірақ мына жерде мынау 3 деген қай әріптікі екенін білесің ба? Білмейсің ғой. Әлде қалай білесің? Мына жерге онда сорттайын. Сонда мынау 3 деген анкі болады. Рет мен. Рет болады. Жақсы. Сосын? Қазір. Үш бір. Яғни сен жазып алдың. Енді жерден максимум қарайсың ба? Максимум. Иә. Жақсы. Ойбай, мына ұрчаспай. Сен нені түсіндім логикаңды. Яғни ана ішінен максимумның индексін аласың да, ол жерде мына екінші мына индекс керек емес па? Иә, бірақ. Яғни жерде сен индекс таптың, яғни мына жерде сол элементті аласың ғой сен. Яғни индекс алдың, енді сен с дегеннің n-ші элементін аласың, иә? Осылай. Не?
қасына қаншалықты кездесін жадың ба? А, Яғни, иә, енді толық дұрыс болды. Мына жерден бірінші сен әріпті қасына сан жаза салдың, иә? иә. Егер тең деп жазайын ба? Жоқ, теңдеп керек емес. Осы былай берсін. Ең Жоқ, басында сен логиканы түзедің ғой. иә, Жақсы, бұны енді мынау ғой. Сенің шығарғаның сәл не болып тұр да. ұзын. Ұзын, яғни кейбір жерде тиімсіз, бірақ тиімсіз дегенде мында бізде көп әріп жоқ қой, бізде 6 әріп. Енді Иә. тиімсіз емес, осылай болады екен негізі. Осылай шығаруға да. Бірақ бұдан оңай жолы сен мыналарды білесің ғой әріптерді. Иә. Әрқайсысын каунт деп санай салсаң да болады да. Онда мысалы Мысалы әр да, кетпей ма? Коун. Коун. иә, Әр солай әріп. болып кетеді ғой, иә, әр әріп санап кетесің. Не Мысалы, осылай болады екен, тиімді жол екен. Жақсы, сонда келесі степке көшейік. Үшінші степке көшейік. Бәрінен негізі матрица сұрап отырмын. Сен де матрицаны сұрай салайын. Астыңғы бетте. Так, 7, 8, 9. Бізде мынандай матрица берілген. Бірінші мен былай айтайын. Бізге мынаны, яғни керісінше былай жазу керекпіз. Бірінші қатарды бағанға жазамыз. 2, 5, 8, 3, 6, 9. Осыны қалай жазамыз? Мынау әр бағанды әр қатар қылып жаздық. Мынау егер бізде 3 деген сан берілді ғой. Бұл ені де ұзындығы мынамен Бірдей. бірдей ма болды. Мынау дұрыс па? Дұрыс бола ма? Сен кодын қарашы, сен мына жерден не үшін социалист деп оқыдың да? Қазір кішкене қобалжу бар болды. Б емес, А деп жазсын, А деп қолдандың астына. Иә. Сен кодын мынау не істеп жатыр қара. Мына матрицаның тура өзін шығарып беріп жатыр, сенікі былай шығарады. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7-8 9 болып шығарады сенің кодың. Өзің шарт беріп отыр да сен. Мына жерден сәл бір нәрсе өзгерту керек саған болды. Айтың жайнес. Өшірдің ба? Жай. Вот енді дұрыс болды. Енді сол тура осылай шығарады. Жақсы, енді ары қарай сұрақты өзгертейін мен. Саған былай істеу керек. Мына код берілген, саған қатар мен бағанды, баған мен қатар, әр бағанда не көріп, бірінші бағанды төмен жазсаң, екінші бағанды керісінше жазу керек. Үшінші бағанды соғып жазу керек. Қалай? Бірінші бағанды. Соғалып па, екіншісін керісінше жазу керек. Үшінші соғалып жазу керек бағанды. 1, 2, 3, 6, 5, 4. Сосын үшінші баған 7, 2, 9 деп па? Жоқ, қара, баған деген жоғары төмен ғой. Мыналар ма? Аха, қазір. 1, 4, 7 соғалып қалды. 6, 9 соғалып қалды. Екінші баған 2, 5, 8 керісінше жазылды. Екінші баған сол өзінің орнында, я? Мынау дұрыс. Енді else-қа жазу керексің енді. Мына кондукция мынаны керісінше жазу керек. Екіншісін. Осылай бола ма? Мында сенде бар ғой. Екіншісін қате жазып мына J соғалып алу керек. J деген екіншісі мына айды не жазып қазір. Жақсында J I былай берсе. Екіншісі қазір көрейікші, мына J I бір жазады, одан кейін 8 шығару керек. Жақсы, мына қате бар мына жерде. Яғни біреуі соғалып алу керек, біреуі. Екіншісі наоборот керісінше анау. Мысалы бас жағы I болса, соңғы жағы I-1 ғой. Бұлай істеу бола ма? Қате. Сенде андай бір элемент қой сенде. Ау. Сенде бір элемент шығарып отырсың ғой сен. Массив емес қана сенде бай жазатындай. Иә. Біріншісі былай шықсын. Екіншісі сен қара. Ойланшы мына жерден. Дұрыс е біріншісі. Бірінші дұрыс болу керек өйткені қара. Енді былай ойлайық қара. Сенде егер екеуі I-да J-да 0 болса, онда мынаны шығарады. 0 болса екеуі. Енді I 0 болып J 1 болса,
ай 0 j 1 болгон кезинде кандай чыга керек? Сен мындан чыга керек кой аны. Яғни бірінші қатардың соңғы элементін чыгайт. Так, Даусыңыз дұрыс естілмей тұр. табым жаратмады, дауыс болып кетті. Мына жерде 0-0 болған кезде бір шықты. 0-1 болған кезде ішінде керісінше шыға кетті. Яғни J жоғалып қалады. I жоғалып қалады. Мына J-ді ауыстыру керексің, J-ді мына жерде. Мысалы, мына J-ді n-j-1 қылып алып береді. J минус 1 қылу керек па? n-j-1 не? Осылай ма? Осылай осыны тексеріп көрші қазір. Қазір. Не, Codeforce компиляторына салып тексерсек. Бола ма? Жақсы, тексеріп көрші алып. Так, бізде мына жерден қате көрсетіп тұр. Int. GI.
Ой, менде не өшіп тұр ма менің микрофон? Мен қосып тұр деп не қылып жатсам. Сенде не өшіп тұрған микрофон, иә? Иә, осылай. Ой, мен саған бағанадан бері не сөйлеп жатырмын ғой, мында микрофон өшіп кетті. Міне, қара, мына жерде былай мындан былай ауыстырдым ғой, жаңа ай мен жейді. Осы кезде дұрыс шығады екен да. Яғни сен жаңа негізі басында бастаған дұрыс болыпты да. Мен сені яғни өзім басқаша теріс ойлап да. Сен басқаша бағыттап жүріппін. Осылай бастаған дұрыс болыпты. Сен нөл деп, сосын ай жейді. Жайлар ауыспайды да, бірақ айлар керісінше жазу керексің, мына сен айтқанымдай. Осы жерде шығады. Енді саған мен былай сұрақ қойып отырмын, қара. Уақыт аз қалды. Мынандай бізде матрица тұр. Оны керісінше осылай жазу керекпіз. Осылай. 3, 2, 1, 6, 5, 4, 7, 9, 8, 7 деп қалай жазамыз? Ауызша айта сал. Анын
G'da бірден G'ға дейін деп, сосын -1 деп керісінше есептейтін болып жазамыз да. J жағын керісінше жазамыз, J'ді. Иә. Ал егер былай болса, былай. Яғни басында мына соңғысын жазамыз керісінше, одан кейін екіншісін керісінше жазамыз. Мына басында тұр ғой бізде А пен С деп, Иә. одан кейін принтқа А, қос түпте -1 қазақша. Сосын сеп тең былай тырнақша ішінде неме сызықша, андай сызықша. Жақсы. Так, басқа сұрақ бар ма өзіңде? Жаңа ортасында менде микрофон ашып қалыпты ғой. Мен жаңа бірыңғай мынаны айтып жатсам түсіндір. Менде мынау N-I, то есть -1 деген осы жері кішкене түсініксіз болып тұр. Яғни былай ғой, қара. Басында біз не 1 жазамыз, одан кейін 8 жазамыз ғой керісі сразу. Яғни басында былай болады. Басында мен I-ды жазамын, одан кейін N-I-ды жазамын, одан қайтадан I-ды жазамын. Яғни былай, мысалы менде ұзындық 4 болса, болса мен онда бітемін ғой, бірінші 1 жазамын, одан кейін 14 жазамын. Иә? Бір менде мысалы I деген индекс. Кейін 0 деген индекс, кейін 14, яғни соңғысы, иә, N-I-1. Одан кейін қайтадан 3 жазамын, I. Одан кейін қайтадан соңын жазамын, 16. Екінші турысында 5 жаздым. 5 деген менде индексі 1 ғой. Одан кейін N-I деген ол мынау болады уже, кірпік тастайтын. Одан кейін 7 жазамын. 7 одан кейін 12 жазамын. Короче, мына жерде точка 8-ні асты болып кетсе, значит, N-I дегенде үсті болып қалады, керісінше. 9, 6, 11, 8 болады. 13, 2, 15, 4 деген сияқты кете береді. Сол үшін. Жақсы, басқа сұрағың бар ма? Жоқ. Онда саған да тоже алдындағылар сияқты айтамын. Курсуға тіркел. Курсуға тіркелдім, бір есеп шығарды. Жақсы, онда соның ID-ін тағы да есепте шығарып, ID-іңді қосқан жерім, сол бойынша есепте шығара бер. Даже басқалар бастап кетті, шығарып жатыр. Курсу бойынша есептер. Сол, жақсы, онда мен запись тоқтатайын.